Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылы қараша айында қазіргі Қостанай облысына қарасты Құсмұрын деген жерде дүниеге келген. Арғы атасы атақты Абылай хан. Оның үлкен ұлы Уәлидің баласы Шыңғыс Шоқанның әкесі. Болашақ ғалым дүниеге келген 19 ғасырдың 40-60 жылдарында қазақ елі Ресей империясының отарына толық айналып, өктем жұртты қанап жаншып, бұратана халықты шылауын айналдырды. Шоқанның әкесі Шыңғыс ата-анасының жол сілтеуімен орыс мектебінде білім алып, оқуын Сібір әскери училищесінде жалғастырған. Оны бітірген соң полковник дәрежесіне көтеріліп, Құсмұрын аймағында аға сұлтан қызметін атқарған. Шыңғыс ел басқарудың 60 айласын меңгерген дипломат, жұртқа өнері, ісімен өзін сыйлата білген, төңірегіне жұрт үйірілген сөзге шешен, ақылға даңғыл, парасатты, кісілігі мол адам болған екен. Шоқан шыр етіп дүниеге келгеннен бастап әжесі Айғанымның бауырында өседі. Күйеуі қайтыс болған соң билік қолына көшкен Айғанымның өзі және оның балалары Ресеймен жақсы қарым-қатынасты сақтап қалады. Айғаным Сахара елдерінің бойындағы ең үздік қасиеттермен бірге европалық тәрбиені де бойына сіңірген асыл тұлғалы ана еді. Халықтың бай ауыз әдебиетін, ертегі аңыз әңгімелері мен жыр дастандарын терең білген әжесі сүйікті немересін сол қымбат қазыналармен ерте ауыздандырып, заманынан озып, ерте оянуына мол үлес қосқан. Ежелден қалыптасқан үрдіс бойынша хан баласына жеті жұрттың тілін білу дәстүрі Шоқанға да ортақты. Шоқан Құсмұрындағы ауыл мектебінде оқып жүріп-ақ, арабша хат танып, араб, шағатай, орта азиялық түркі тілдерін толық меңгереді. Әкесі Шыңғыс талапты да ұғымтал, сергек ойлы 12 жасар баласын Омбыға келіп, орыс достарының көмегімен Омбы кадет корпусына орналастырады. Өйткені Омбыдағы кадет корпусы Сібірдегі ең таңдаулы, ғылымның бар саласынан білім беруге негізделген оқу орны саналған. Тумасынан қабілетті, ынталы Шоқан бұл оқу орнына келгенге дейін орыс тілін білмесе де, аз уақыттың ішінде оны еркін меңгеріп, сабақтас достарын басып озады. Орыс халқының озық ойынның өкілдері, әдебиет пәнінің мұғалімі, шығысты зерттеуші Костелецкий, мәдениет тарихы курсын жүргізген ғалым Ганцевский, социал-демократ Чернышевскийдің идеалас әріптесі, досы, әдебиетші Лободовский, шығыс зерттеушісі Сотников, географ Старков, геодезист ғалым Бородин, сурет мұғалімі Померанцев, білімді офицер Гудковскийлер Шоқанға ықпал етіп, рухани кемелденуіне, мол білім алуына жағдай тудырып, оның бойына ағартушылық, отаншылдық сезім дәнін егеді. Жоғары оқу орнында оқып, білімін тереңдету Шоқанның көкейіндегі басты арманы болатын. Бірақ оған сол кездегі жағдай, қызмет, әртүрлі себептер мүмкіндік бермеді. Тек 1859 жылы ғана Шоқанға Петербургке келіп, мұндағы университеттен лекция тыңдап, білімін толықтыруға, Ресейдің саяси әлеуметтік өмірімен жіті танысып, демократиялық ағартушылық көзқарасының айқындалып, ғылым жолына сарыла түсуіне қолайлы сәт туады. Алайда, Омбы кадет корпусында оқып жүргенде өкпесіне жабысқан дерт Петербургтегі шамадан тыс ауыр еңбек үстінде ұлғайып, 1861 жылы туып өскен Сахарасына қайтып оралуға, қолы зорға жеткен арманынан қол үзе тұруға мәжбүр еткен.
Табиғат бойына дарытқан мол қабілет, сергек сана, ізденгіш, алғырлығы арқасында Шоқан өз бетімен энциклопедиялық білім алған. Мәселен, ол омбыдағы кадет корпусының 2-ші курсында оқып жүріп ақ Пушкин, Гоголь, Белинский, Герцен еңбектерін сүйсіне оқиды. Батыс Еуропалық ағартушы жазушылар Жан-Жак Руссо, Карлейль, Диккенс, Теккерей, Шекспир, Гете шығармаларын жоғары бағалаған. Сөйтіп, ол батыс, шығыс, орыс әдебиеттерінің озық үлгілерінен еркін сусындаған. Социал-демократтар Чернышевский, Добролюбов, Некрасовтардың әлемін «Современник» журналынан жіті танып, әлеуметтік болмысын, күрескерлік идеясын шыңдаған. Уәлихановтың демократтық қоғамдық, саяси әлеуметтік пікірлерінің қалыптасып нығаюына ақын Дуров, атақты географ саяхатшы Семенов Тяньшанский, ұлы жазушы Достоевский, ақындар Майков, Полонский, сыншы Страховтар өлшеусіз еңбек сіңірген. Өз кезегінде Шоқан да қара жаяу емес еді. Әлгі орыс халқының біртуар ұлдарымен ғылым, дүниетаным жайлы сұхбаттасқанда пікірлері жарасып, ойы мен армандары бір арнадан табылған.